Ағайынды жамандап, туғанды қайдан табасың? Арғымақты жамандап, тұлпарды қайдан табасың? Ағайынды іске шақырма, асқа шақыр. Ағайынмен жауласпа, басың азаяды. Көршімен жауласпа, асың азаяды. Ағайынның аразы болса да, азары болмас. Ағайынның жаманы алдыңда жүріп бас болмайды, артыңнан еріп дос болмайды. Ағайынмен алыстан сыйлас. Ақша қарда көп жүрсең, көзің бір күн қарғар. Ағайыннан шет жүрсең, көңілің бір күн тарғар. Араласпаса, ағайын жат. Бауыр шырын бас тәтті, ағайынмен ішкен ас тәтті. Бедері жоқ қамқадан, бек тоқыған бөз жақсы. Бейкемі жоқ туғаннан, бек сөйлескен сөз жақсы. Жайыңды білген қарындас, ол қарындас һәм жолдас. Жайыңды білмес қарындас, өзі дұшпан, өзі қас. Жаман ағайын күншіл, жақсы ағайын сыншыл. Жаман туыс бір масыл, арқалаған құммен тең. Жақсылығың істеген, елекке құйған сумен тең. Жанашыры жоқ адам, жал құйрықсыз атпен тең. Өткелім саяз деме, таяғыңды салып бойлат. Ісім мақұл деме, ағайынға салып ойлат. Сара жолдың қадірін адасқанда білерсің, қарындастың қадірін қарасқанда білерсің. Төркінге сенгеннің төбесі тесік. Төркінге келген қыз төрге секірер. Туысқан бар болсаң іздеседі, тіпті сіз деседі. Жоқ болса қашады, тіпті артыңда ашады. Туысқан өкпеге тепсе де, өлімге қимайды. Тұз десе түйеден тағат жоқ, төркін десе қызда тағат жоқ. Түбін білмеген түгін білмейді. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан. Екі құзғын таласса, бір қарғаға жем болар. Тоқтығында жараспаған, аштығында қараспайды. Қосылғанның қол ұзын, қос түйенің жол ұзын. Ынтымақсыз елді ұрысы билейді, ынтымақты елді дұрысы билейді. Қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ. Төртеуі түгел төрге шығар. Алтын алма алғыс ал, алтын деген жер сыйы, алғыс деген ел сыйы. Бірлік еткен озар, бірлеспеген тозар. Көңілің тартпаған іске қол ұрма. Итпен ит ырылдасса, тамағының тоқтығы, аға мен іні қырындасса, ынтымағын жоқтығы. Тату елдің тамағы таусылмайды. Арық деген жамантай жазға шығып ат болар. Жамандығы сезілсе, жақын кісі жат болар. Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бөліп бере алмайды. Жақсы болсаң күндейді, жаман болсаң жүндейді. Ағайынға менменсу, аға теме немене, ақылдылар айтқан сөз, сағат еме немене.
Ағайынды жамандап, туғанды қайдан табасың? Арғымақты жамандап, тұлпарды қайдан табасың? Қазына бөліспей, ағайыным жақсы деме. Досың мен туысың хабарсыз кетсе, демек оларда бәрі жақсы дей бер. Қолыңды созған емес, жаның қалаған жақын. Саған ең жақын адам сенің өткеніңді біле тұрып, саған сеніммен қарайтын, болашағыңа бақыт тілейтін жан. Тағдырдың бізге тартқан ең үлкен сыйы сенің барыңа шүкір деп айта алатын адамдардың болуы. Біреуден көңілің қалғанда, оның жаман адам емес, керісінше сен оған артығымен сенім артқаныңда және оның сенің сеніміңе лайық еместігін түсіне біл. Айналаңды сені биікке жетелейтін адамдармен толықтыр. Жамандықтың ең жаманы сатқындық. Сөзден гөрі іс маңызды. Егер отбасың, адал досың, басыңда баспанаң, үстеліңде жеп ішетінің болса, демек сен өзің ойлағаннан 10 есе байсың. Ешқашан ол неге өйтті, сен неге бүйттің деп бас қатырмаңыз. Өйткені бақытты жан өзгеге де тек жақсылық ойлайды, ал өз ренжулі адам өзгені де өзіне ұқсатқысы келеді. Өкінішке орай, ешкімге пайда тигізбегеніңізде айналаңыздағы адамдардың шынайы бейнесін көре бастайсыз. Ең қиыны жақыныңның жат көзбен қарауы. Кедейлік сияқты байлықта досың мен дұшпаныңды айыруға болатын тамаша мүмкіндік. Өзіңізге мынадай жақсы қабілет қалыптастырыңыз. Ешқашан ағайыныңызбен алысып, санаспай-ақ қойыңыз. Жай ғана оны өз жамандығымен өзін жеке қалдырыңыз. Ақмақпен алыспа, жақсымен түс жарысқа. Жеңілсең де жақсыдан, жеттім дей бер табысқа. Өзіңіз жайлы ешкімге ештеңе айта бермеңіз. Есіңізде болсын, ашу үстінде соқыр көре бастайды, саңлау есіте бастайды, ал мылқау сөйлей бастайды. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп лайк басыңыз.